Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін миксерсіз дайындалатын пирог пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Пісірілуі өте оңай және қолжетімді өнімдермен пісіретін боламыз. Алдымен қаймағымыздың үстіне жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Бір текті масса болғанша араластырамыз. Үстіне қантымызды қосамыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майымызды қосып, венчикпен тағы да жақсылап араластырамыз. Және соңынан қопсытқышымызбен ұнымызды салып, бір текті масса болғанша тағы да араластырып шығамыз. Енді алдын ала асты пергаментпен жайылған формамызға сұйық қамырымызды құямыз. Менде форма диаметрі 22 сантиметр. Бетін осылай тегістеп жіберсеңіздер болады. Және қалауыңызша өзіңіз әдесем десеңіздер де болады. Мен осындай безендіргіш заттармен әсемдедім. Енді алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешімізде 30 минуттай пісіретін боламыз. Беті қызарғанша. Мінекей біздің бисквитіміз дайын, пирогымыз. Енді суытып қоямыз. Суығаннан кейін формасынан шешіп, ұсына берсеңіздер болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Отбасыларыңызды дәмді тағамдармен қуантып тұрыңыздар. Мінекей ортасы көтерілген, жұмсақ болып шығады. Миксерсізде осылай пісіруге болады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алда осындай оңай пісірілетін рецепттер көп шығатын болады.